Сәлем. Қазір біз өте оңай жасалатын және міндетті түрде вау эффект беретін слайд жасап үйренеміз. Слайд жасамас бұрын бізде нәтижесінде қандай слайд пайда болады, соны көріп алайық. Кірісейік. Ең алдымен дайын слайдты жауып тастаймын да жаңа раздел создавать етемін. Новый слайд. Осы жерге бізге текст қою керек. Текстің размерін үлкейтеміз. Басқа бір шрифт таңдасақ болады. Ctrl-D-ны басып, дублировать етеміз. Астыңғы текстің шрифтін кішірейтеміз. 28 жеткілікті болар. Кез келген бір текст ала саламыз. Ширinaсын қойып алайық, артық кетіп қалмас үшін. Осы жерде жазуымызды кішірейтсек болады, негізі кішкене. Кішігірім сәндік үшін вставка, фигура, бір кез келген линияны қоя салайық. Линияның біз ширinaсын 1,5-ға қояйық. Түсін осындай кішкене оранжевый цветке өзгертеміз. Және мына заголовокты түсін тоже оранжевыйға өзгертеміз. Енді тура бізге осындай 6 слайд керек. Сондықтан Ctrl слайдқа басып, Ctrl-D комбинациясымен 5 рет басамыз да 6 слайд бізде пайда болады. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Слайдтың сандарын ғана өзгерте салайық, шатасып қалмас үшін. Бізге өзімізге көрінетіндей слайд ауысып отқаны. Енді ең жоғары жағына өзіміздің басты слайдымызды қосамыз. Создай слайд. Бұл жерге ортасына әдемілік үшін, жай ғана әдемілік үшін бір сурет қоямыз. Сурет қойғаннан кейін вставкаға кіреміз де оглавление, ссылка на слайд дегенге басамыз. Осы жерде барлық слайдтарымызды белгілеп шығамыз. Вставить басамыз. Слайдтарымызды өзіміздің ұнаған жерлерге қойып шығамыз. Енді әрбір слайдқа фон интерактивно оглавление дегенді басып шығамыз. Бұл бізде жаңағы қалған слайдтарымыздың артқы фонын алып тастайды. Көріп отқаныңызда тек қана текст қана қалады, қалған бәрі жойылып кетеді. Болды, слайдымыз дайын болды. Осындай аз уақытта жасаған слайдтың нәтижесін көрейік. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.